Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 74-ші сабақ апатты табиғи құбылыстар барыс септігі. Алдымен балалар біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта мәтіндерді салыстырып түрлерін ажыратамыз, сөйлемдерден барыс септіктегі сөздерді табамыз және барыс септік жалғауларын білетін боламыз. 46-шы жаттығу. Мәтіндерді оқып, өзара салыстыр деді. Бірінші, үйден өрт шыққан жағдайда өрт сөндірушілер итті іште қалған балаларды алып шығуға жұмсайды. Осындай бір ит Лондонда 12 баланы өлімнен аман сақтап қалған. Оның аты Боб екен. Бірде үй өртенді. Өрт сөндірушілер әлгі үйге келіп жеткенде алдарынан бір әйел жүгіріп шықты. Ол жылап тұрып үйде 2 жасар қызының қалып қойғанын айтты. Өрт сөндірушілер Бобты жұмсады. Боб баспалдақ арқылы жүгіріп барып түтіннің арасына еніп кетті. 5 минуттан соң ол көйлегінен тістеп қызды көтеріп үйден шықты. Ана қызының тірі екенін көргенде қуанғаннан көз жасын төгіп құшақтай алды дейді Лев Толстойдан. Келесі мәтінді оқимыз. Өрт негізіне электр желісі мен газ баллондары дұрыс пайдаланбаудан болады. От жағатын үйлерде пеш ақаулы болса, ол да өрттің шығуына себепші болады. Қолына сіріңке ұстап ойнаған балалардың абайсыздығынан өрт жиі шығады дейді. Балалар, енді бұның қайсысы ғылыми танымдық мәтін, ал қайсысы көркем мәтін екенін анықтаймыз. Бірінші мәтін балалар бізде көркем мәтін, ал екінші мәтін ғылыми танымдық мәтін. Келесі тапсырма, өрт қауіпсіздігі ережелерін білесің бе дейді. Міне балалар, қараңыздар, өрт қауіпсіздігі ережелерін біз ғаламтор желісінен алып жаздық. Әсіресе пәтер мен тұрғын бөлмелердегі өрт қауіпсіздігін жазып қойдық. Жазып алсаңыздар болады. Келесі, өзің өрт қауіпсіздігі туралы ереже құрастырып көр дейді. Міне осы ережелерге сүйене отырып, мынадай ережелер жасап шығардық. Сіріңкені кішкентай балалардың қолы жетпейтін жерге қою керек. Балаларды газ плиталарға жақындатпаңыз. Тоқ келетін жерлерді арнайы құрылғымен жауып қойыңыз. Үтік, телефон қуаттағыш сияқты тоққа қатысты заттарды балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз деп жазып қойдық. Балалар, сіздерде қандай өрт қауіпсіздігі туралы ереже құрастырғыларыңыз келеді? Мүмкін қосымша тағы жазатындарыңыз бар болар. Соны жазып қойсаңыздар болады. Келесі 47-ші жаттығу. Тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз дейді. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Бұл сөздерді сөз құрамына талдап, олардың жалғауына назар аудар дейді. Адамның киімі өртенсе, үтір суға түскені дұрыс. Су болмаса топыраққа аунатып, үтір үстіне құм шашу керек дейді. Барыс септігі жалғанған сөздер бізде суға және топыраққа. Яғни түбірі бұл жерде суға деген сөздің түбірі суға барыс септігінің жалғауы. Топырақ түбір қа барыс септігінің жалғауы. Енді балалар, мәліметті оқимыз. Барыс септігіндегі зат есімдер кімге, неге, кімдерге, нелерге, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Барыс септігі атау септігіндегі сөзге ға, ге, қа, ке қосымшалары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды барыс септік жалғаулары деп атайды. 48-ші жаттығу. Жұмбақтың шешуін тап. Дабылға тез жететін, жалынға сүңгіп кететін, тұншықса да түтінге тайсалмайтын батыл кім, жасқанбайтын батыр кім дейді. Балалар, ойланып көріңіздер. Біз бұл жұмбақтың шешуін өрт сөндіруші деп жаздық. Енді барыс септігіндегі сөздерді табыңдар дейді. Бұл жерде барыс септігіндегі сөздер дабылға, жалынға, түтінге, және оны осы сызба бойынша дәлелдейміз. Қараңыздар. Балалар, дабылға, жалынға, түтінге бұлар барыс септігіндегі сөздер, өйткені олар неге деген сұраққа жауап беріп тұр және сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр деп жазамыз. Келесі 49-ші жаттығу. Тыйым сөздерді оқып жатқа жаз дейді. Балалар, бұл тыйым сөздерді біздер жаттап алғанымыз дұрыс. Бірінші, күнге, айға қолыңды шошайтпа дейді. Отқа түкірме, суға қоқыс тастама дейді. Барыс септігіндегі сөздер тауып, оларға сұрақ қой дейді. Бізде күнге, айға, неге деп сұрақ қоямыз. Отқа, неге, суға, бұл сөзге де неге деп сұрақ қоямыз. Бұл сөздер қай сөзбен байланысып тұрған сызбамен көрсет дейді. Қараңыздар балалар, күнге шошайтпа, айға шошайтпа деген сөздер
байланысады. Отқа түкірме, өзара байланысып тұр. Суға тастама деген сөздер байланысады. Келесі шығармашылық үзіліс. Төмендегі жағдаяттарда қайда хабарласатынды айт дейді. Балалар, бірінші жағдайда, яғни сен көрші пәтердің терезесінен түтін шығып жатқанын көрдің, қайда хабарлау керек дейді. Бірінші жағдайда біз өрт сөндіру қызметіне хабарласамыз. Екінші, сен мектептен қайтып келе жатып, өз үйіңнің дәлізінен газдың иісін сездің, қайда хабарлау керек дейді. Газ апаты қызметіне деп жаздық. Үшінші, көшедегі мәшине бұрылыста жүргіншіні қағып кетті. Қасында ешкім болмады. Мәшине тоқтамады, бірақ сен нөмірін есте сақтап қалдың. Не істейсің? Қайда хабарлау керек дейді. Балалар, бұндай жағдайда ең бірінші біздер жедел жәрдем қызметіне хабарласамыз, себебі адамға көмектесу керек. Содан соң барып полицияға хабар береміз, себебі сіз мәшиненің нөмірін жаттап алдыңыз ғой. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.